Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. 42.500-ге байланысты көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Солардың ішіндегі ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі ол менің карточкам жоқ, болмаса менің карточкам бар, ол бұғатталып қалған, ареста тұр. Яғни банктік карточкаға байланысты қойылатын сұрақ. Біз не істесек болады деген сұрақ. Сол азаматтарға арнап айтатыным, Қазақстандық банктердің ішіндегі ең алғашқы болып Халық банкі қашықтықтан карточканы ашу жолын және ашқан карточкасын тегін жеткізіп беру жолын тапты. 7111 нөміріне хабарласып, осы қызметті алсаңыздар болады. Қазір осы сөзім аяқталғаннан кейін мен өздеріңіздің телефондарыңыз арқылы онлайн қалай өздеріңізге карточка тапсыруға болатындығы жайында нұсқаулық көрсететін боламын. Міндетті түрде көріп алыңыздар оны. Одан айтатыным мынау, карточка ашқан кезде, қандай карточка деген кезде, қандай счет деген кезде спецсчет деп айтыңыздар, специальный жаңағы пособие алатын. Неге? Өйткені сіздердің счеттарыңызда кредитқа байланысты, болмаса басқа да бір жағдайға байланысты арест тұрған болатын болса, жай карточкаға түскен ақшаны банк ұстап қалуы мүмкін сіздерден. Ал спецсчет болатын болса, ол ақшаға ешкімнің ешқандай несі жүрмейді, үкімі жүрмейді. Ол ақшаны ешкім ешқайда ұстап қала алмайды. Ол ақшаны өзіңіз ғана шығарып ала аласыз. Қайталап айтамын. Егер де банкте кредитқа байланысты, болмаса тағы да бір мемлекет тарапынан сізге қойылған шектеулерге байланысты карточкаңызда бұғатталған болатын болса, сіз 7111 нөміріне хабарласып, Халық банктің специальный карточкасын аштырыңыз, спецсчетті аштырыңыз. 7111 нөміріне хабарласқан кезде сіздерге ол кісілер қосымша ақпарат беретін болады осы карточкаға байланысты. Енді осы видеодан кейін мен сіздерге қалай телефондарыңыз арқылы ашуға болатындығы жайында видео нұсқаулық көрсетемін. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыз. Телефондарыңыздың жоғарғы іздейтін жеріне Халық банк деп жазасыздар да, Халық банкті іздейсіздер. Сол кезде сіздердің алдарыңызда Халық банктің негізгі ресми сайтының сілтемесі шығады. Соған басасыздар, яғни Халық банктің ресми сайтына кіресіздер. Жоғарғы жағында мен сіздерге айтқан бағанағы 7111 нөмір мынау міне. Соның қасында жоғарғы жағында міне 3 сызық тұр. Осы 3 сызыққа басасыздар. Ашылған мәзірдің ішінде карты деген таңдайсыздар, карты. Оның ішінде бесплатная доставка деген таңдайсыздар. Тегін жеткізіп беру дегенде. Айта кететінім, осы тегін жеткізіп беру негізі Алматы және Астана қалалары, Нұр-Сұлтан қалалары бойынша қолжетімді. Басқа региондарда бағана мен колл-центрға звондаған кезде бар деп айтты, бірақ 7111 нөміріне өздеріңіз бір рет звондап анық қанығын білсеңіздер болады. Міне, видите, иін деген жерге өздеріңіздің иіндарыңыз жазасыздар, мына жерге өздеріңіздікін жазасыздар, мына жерге өздеріңіздің телефондарыңыз жазасыздар, мына жерге өздеріңіздің қалаларыңыз жазасыздар. Мына жерде Алматы мен Нұр-Сұлтан шығып тұр. Басқа қалалар бойынша қалай болатынын 7111 нөмірі бойынша хабарласып міндетті түрде біліңіздер. Қалаңызды таңдағаннан кейін мына жерге подтверждаю, что город выбран правильно дегенді қоясыздар да, заказать картуды басасыздар. Сол арқылы сіздер өздеріңізге онлайн картаға тапсырыс бересіздер. Өздері сіздермен хабарласады. 3 жұмыс күні ішінде сіздерге картаны ашып, өздері сіздерге жеткізіп беретін болады. Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары бойынша. Басқа қалалар бойынша қайталап айтамын, 7111 нөміріне хабарласыңыздар. Бірақ тегіні ашатыны ашып береді, тегін, бірақ жеткізіп беру жағы қалай болады екен, соны міндетті түрде өздеріңіз біліңіздер. Назарларыңызға рахмет.